Ассалаумағалейкум достар. Бүгін мен сіздерге WhatsApp'тағы статустарды қалай скрит етуге болатынын көрсететін боламын. Мысалға, міне бір статусқа кіреміз. Мына шетінде штучка шығады. Соны басамыз, скрит деген жазу шығады. Скритті басамыз, тағы да скритті басамыз. Шығып қарасақ, міне скритые деген жерді ашып жабуға болады. Сода көрініп тұра береді. Ал қайттан показывать еткілеріңіз келсе, ішіне кіріп показывать дейсіздер 2 рет и міне көрініп тұрады. Ал егер бұны қалай ішіне кірмей сыртынан істеуге болады десеңіздер, біз ұстап тұрамыз, басып скрит дейміз, қайттан ашып, біз үстіне ұстап тұрамыз, показывать. Міне осылай жасап скрит және показывать ете аласыздар. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сіздерге өте көп көмегі тиеді деп ойлаймын. Сау болыңыздар.